Қайырлы күн тамыз кеңесіне қатысушылар. 2020-2021 оқу жылы білім беру саласындағы күтпеген жаңалықтар мен өзгерістерге толы болды. Осы кезеңде кез келген ұстаз үлкен сыннан өтті деуге болады. Елдегі пандемия ұстаздарымызды жаңалықты тез қабылдап, мобильді болуға, цифрлық ақпарат технологияны жетік меңгеріп, жаңашыл болуға үйретті. Мектебіміз оқу жылының бастауыш сыныптар бойынша кезекші сыныптармен оқуды бастаса, орта буыннан бастап қашықтықтан оқыту форматында жалғастырды. Қашықтықтан оқыту онлайн мектеп платформасы арқылы жүргізілді. Оқушыларды бағалау, сабақты жүйелі ұйымдастыру, оқушылардың жұмыстарын тексеру барлығы осы жүйеде өте тиімді ұйымдастырылды. Нәтижесінде әріптесіміз Ділдаш Құлтаевна БЖБ, ТЖБ жасаудан онлайн мектептің арнайы сертификатымен марапатталды. Мұғалімдер іс-шараларды, ашық сабақтарды, түрлі кездесулер мен ата-аналар жиналысын Zoom арқылы әр түрлі әдіс-тәсілдермен түрлендіріп өткізе білді. Жылдың қорытындысы әрдайым мұғалім мен оқушылардың жетістіктерімен өлшенеді. Өзгеріске толы жылдың өзіндік жетістіктері де өзгеше болды. Түрлі жарыстар мен олимпиадалардың республикалық, облыстық, аудандық кезеңдерден 30 оқушы ең жоғары орындарға ие болса, ізденімпаз ұстаздарымыз биіктен көріне білді. Сондай-ақ 2.90 оқыған соң мұғалімдер қашықтан оқудағы олқылықтарды анықтап, оқушылармен кестеге сай жұмыстар жүргізе бастады. Осы жұмыстардың жарқын көрінісі деп маусымның 1-нен 20 аралығында ұйымдастырылған жазғы мектепті айтуға болады. Жазғы мектепке оқушылардың 80%, мұғалімдердің 90% қамтылды. Әр сабақ дәстүрлі емес форматта, шығармашылық пен балалардың ерекше қызығушылығын тудыра отырып өтті. Жазғы мектеп өз мәресіне нәтижелі біліммен жетті деуге болады. Мектебіміз жаңа оқу жылына толық дайын. Алғаш рет бізде робототехника кабинеті ашылып отыр. Мұнда білім алушылар шығармашыл маман Дулат Кенжебекович пен робототехниканың қыр-сырын меңгеріп қана қоймай, өздерінің жобаларын 3D принтер арқылы сынап та көре алатын мүмкіндіктері бар. Оқушылар да жаз бойы білімдегі олқылықтарын тамыздың 16-сынан бастап ашылған жазғы мектепте толықтырып, ұмытқандарын қайталап, жаңа оқу жылын асыға күтіп отыр. Бұл біздің әріптестеріміздің қажырлы еңбегі деп мақтанышпен айта аламын. Құрметті тамыз кеңесіне қатысушылар, әріптестер, баршаңызды жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Табысқа толы, шығармашылыққа жол ашатын жемісті жыл болсын.